Сәлем достар, сіздермен бірге Тұрсынай. Бүгін сіздермен бірге мен өте жұмсақ болып пісетін дәмді булочки дайындайтын боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыз. Алдымен жылы сүтімізге дрожжымызды салып, дрожжи ерігенше бетін жауып қоятын боламыз. Одан кейін қантымызды және де тұзымызды, жұмыртқа, сары май барлығын қосып, араластырып, және де ұнымызды қосып, жұмсақ қылып, қолға жабыспайтын қамыр илеп шығамыз. Жұмсақ қылып қамыр илеп алғаннан кейін бетін жауып, жылы жерге қамыр көтерілгенше қойып қоятын боламыз. Достар, міне қамырымыз осымен көтеріліп ашылды. Енді барлығын видеода көрсетілгендей етіп 17-18 бөлікке бөліп алатын боламыз қамырлардың барлығын. Оқтаудың көмегімен қамырымызды жайып аламыз. Кез келген начинка пайдалансаңыздар болады. Менде варенка және де видеода көрсетілгендей етіп шетін кесіп, рогалики сияқты булочкилерімізді осындай әдемі қылып формаға келтіріп алатын боламыз. Булочкилеріміздің бәрін осылай орап алдық. Енді бетіне жұмыртқа жағып шығатын боламыз. Енді келесі кезекте бетіне сеппе себетін боламыз. Ол үшін онымен бөлме температурасында тұрған майды араластырып, бетіне дәл осылай видеодағыдай сеуіп шығатын боламыз. Міне достар, біз осымен булочкилерімізді орап, дайындап алдық. Енді тек пешке жіберу қалды. Ол үшін пешке жібермес бұрын 150 градуста 20 минут бойы булочкилерді пісіреміз. Ары қарай 180 градусқа қойып, тағы да 20 минут бойы пісіріп аламыз. Сонда булочкилеріміз тез қызарып кетпей, әдемі пісіп шығатын болады. Достар, осымен біздің булочкилеріміз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Ұнаса, жасап көріңіз.